Спорт саңлақтары айдарының алғашқы кейіпкері боксшы, халықаралық спорт шебері Сидней Олимпиадасының жеңімпазы Ермахан Сағиұлы Ыбрайымов. 2000 жылы шаршалаңда жасындай жарқылдап Сиднейде алаштың мерейін асқақтатқан батырымыз туралы қанша айтсақ та артық болмас. Алдымен бүгінгі кейіпкеріміздің бала кезіндегі асқақ арманы туралы сұрап білдік. 1980 жылы Москва Олимпиада ойындарында біздің жақсылық үшкемпіров ағамыз бенен Серік Қонақбаев ағамыз айтады ғой, жарық жұлдыздай жарқ еткен. Мына айтады ғой, ағаларымызға ұқсағымыз келді деп. Арман оты лаулап көкірегімізде. Солар сияқты болсақ екен деген арман оты бізді зал боксқа алып келді. Әрине, айтуға оңай. Десек те үлкен арманға жету үшін ең бастысы сенім болу керек. Осындай сенімнің арқасында саңлақ боксшы Ермахан Сиднейде алтыннан алқа таққан болады. Сидней Олимпиадасына кетіп бара жатқан кезде елбасы менің қолыма туды беріп тұрып, ал Ермахан сөйле деді. Сол кезде мен, құрметті елбасы, сіздің қолыңыздан алған туды абыройменен Сидней аренасында алып өтіп, абыроймен қайтып өзіңізге тапсырамын деп уәде бергенім рас. Және сол уәдемде тұрғаныма бүгінгі таңға дейін қуанышпен айтқым келеді. Қазақстанның сан мәрте чемпионы болған Ермахан Ибраимов 2000 жылы Сидней Олимпиадасының чемпионы атанды. Содан кейін спортшы ретінде үлкен спорттан кететін, бірақ маман ретінде спортта қалатынын айтқан болатын. Ал 2000-2002 жылдар аралығында Ақтөбе қаласында бокс мектебін ашты. 2002-2004 жылдары бокстан Қазақстан құрама командасының бас бапкері болды. 2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасы бокс федерациясында қызмет атқарды. Ал 2007 жылдан бастап республикалық бокстан Олимпиадаға даярлау орталығының директоры болып қызмет атқарып келеді. Әйгілі боксшының қазіргі арманы. Мықты боксшыларымыз қазір Қазақстан құрама командасының белді боксшылары болды. Осы боксшылар болашақта Олимпиаданың тек қана бір-ақ рет емес, Олимпиаданың екі дүркін Олимпиада чемпионы шықса деген үмітіміз бар. Сол орындалса, нұр үстіне болар еді. Біз де әрдайым сіздерге тілекшіміз. Қазақстанның көк туын желбіретіп, әнұранын асқақтататын спорттағы саңлақтарымыз жасай берсін. Бақыт Есболова, Жаңа күн. Пилот на вершине этой Ермахан Ибраимов, олимпийский чемпион.